Пиелонефрит – инфекциядан туындаған бүйректің қабынбалы ауруы. Патологиялық процесс басым жағдайда интерстициалды тінде орналасады және тостақша түбек жүйесінің зақымдалуымен жүреді. Бұл аурудың қауіптілігі оны көбіне еш белгі бермей өтуінде. Сондықтан сырқат адам өзін жақсы сезінеді, бүйрегі мазаласа да оған аса мән бермейді. Назарларыңызға ауру және оның белгісі, емі жайында ақпарат ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп кетіңіз. Аурудың ағымы жөнінен пиелонефрит жедел және созылмалы болып бөлінеді. Жедел бүйрек қабынуы аяқ асты басталады. Дене қызуы 39-40 градусқа дейін көтеріледі. Әлсіздік, бас ауруы, қатты тершеңдік болады. Сонымен қатар сырқаттың лоқсуы және құсуы мүмкін. Дене қызуымен бірге бел аумағы ауырады. Егер сыздап ауырса, ол аурудың қарқындылығы әртүрлі болады. Сырқаттың жеңіл түрінде несептің шығуы бұзылмайды. Алғашқы күндері қанда азотты қалдықтар көбеюі мүмкін. Несепте ірің, эритроцитер, ақуыз, көптеген бактериялар, пастернацкий белгісі әдетте оң болады. Ал созылмалы пиелонефрит көп ретте соңына дейін емделмеген жіті пиелонефриттің салдары. Ол көбінесе несепті зерттегенде немесе қан қысымын тексергенде анықталады. Науқас адам әлсіздікке, бастың ауруына, тәбеттің жоғалуына, кіші дәретке жиі отыруына байланысты шағымданады. Суық әрі ылғал ауа райында бел аумағы сыздап ауырады. Ауру асқынғанда несептің үлестік мөлшері азайып, гипертония дамиды. Екі жақты пиелонефриттің асқынуы бүйрек қызметінің нашарлауына соқтырады. Ауруды тудыратын себептер. Бұл сырқатпен кез келген адам ауруы мүмкін, бірақ ол көбіне 7 жасқа дейінгі балаларда, 18-30 жастағы қыздар мен әйелдерде, қартаң тартқан ер адамдарда кездеседі. Ауру туындауына балалардың анатомиялық ерекшеліктері, қыз балалардың жыныстық өмірді бастауы, әйелдердің жүктілігімен босануы, ер адамдарда қуық-асты безінің қабынуы ықпал етеді. Сонымен қатар пиелонефритке несеп жолына тас байлану, жалпы иммунитеттің төмендеуі, қантты диабет, созылмалы қабыну сырқаттары да бүйректе тұз немесе тастардың болуы да себеп болады. Сондықтан олардың алдын алу өте маңызды. Ауруды қалай анықтаймыз? Бүйрек қабын анықтау қиын емес. Несеп талдауын жасалып, бактериялар, лейкоцитер мен ақуыздың артуы анықталады. Аурудың шағымдары басынан өткізген сырқаттары да маңызды. Рентгенограмма, УЗД жасалады. Ауруды емдеу жолдары. Біріншілік пиелонефрит кезінде көбіне консервативтік ем жүргізіледі. Науқас ауруханаға жатқызылады. Негізгі ем антибиотикпен, химиялық бактерия қарсы дәрілермен жүргізіледі. Созылмалы бүйрек қабынуы кезінде де ем осыған ұқсас, бірақ ұзағырақ болады. Ауру басылғанда бактерия қарсы емді ара-тұра жасап тұру керек. Бүйрегі ауыратын адамдарға шипажайларды емделген жақсы. Сонымен қатар бүйрек ауруына шөптер тұнбасын ішкенде тиімді. Құрметті достар, сіздерге ақпарат пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Дендеріңіз сау болсын.